Саламатсыздар. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыз ба? Жансая Ахмедьянова осы жерде ма? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін оқу-әдістемелік орталығының білім басқармасының тапсырмасы бойынша бүгін бізде екінші күн білім алып педагог жүйесі бойынша оқыту семинары жүргізіледі. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызды алдын ала сұрақтарды дайындауларыңызды өтінеміз. Және де тек қана техникалық жағынан сұрақтарыңызды қойсаңыз. Өйткені бұйрық бойынша 72-ші бұйрық бойынша аттестаттау түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бүгін тек қана техникалық жағынан ғана сұрақтарды қоясыздар. Әсел Қанатовна, бастай беріңіздер. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер? Бүгін біз білім алып педагог жүйесіндегі құжаттарды қабылдау, эксперттік советтің, эксперттік кеңестің жұмысын және аттестациялық комиссияның жұмысын осы оқытуда бүгін қарастырамыз. Мына жерде слайдтарымызда жазылып тұр, яғни портфолияны қабылдау. Портфолияны қабылдайды жаңағы ұсынылған тағайындалған лауазымға қатысты оқу орнының жауапты адамы. Ол әкімші болуы мүмкін, немесе жүйе аттестациялық комиссияның хатшысы болуы мүмкін. Сосын сараптамалық кеңестің жұмысы и аттестациялық комиссияның жұмысы. Енді портфолияны қабылдауды назарларыңызға ұсынамыз. Портфолияны қабылдау жұмыс барысы бізде жүйеде жүйе әкімшісі немесе аттестациялық комиссияның хатшысы жүзеге асыра алады. Ол үшін жүйе әкімшісі портфолияны қабылдау блогына өтеді. Заявки от педагогов деген разделге өтіп, жаңа өтініштер разделіндағы блоктарды қабылдайды. Егер сіз жаңадан оқу орын болсаңыз, қазіргі уақытта модераторларды оқу орындары өздерінің ішінде құжаттарды организацияның ішінде комиссияны құрады. Сол себепті мына жерде орындаушының атын тағайындау қажет. Ол үшін мына жердегі кісіні тағайындайсыздар да, ол кісіні жүйеге тіркейсіз. Жүйе әкімшісі жүйеге кіріп, жаңа деген разделге өтеді. Сол разделдағы өтініштермен танысады. Өтініштермен танысу үшін мына жердегі көз белгісіне басамыз. Көз белгісіне басқан кезде біз өтініш ішіне кіреміз. Өтініштің ішінде жаңағы өтініш беріп тұрған оқытушының куәлігімен таныса аламыз. Сонымен қатар мұғалім туралы жалпы мағлұмат ала аламыз. Егер осы жердегі блок дұрыс толтырылып тұрса, онда сіз екі жауаптың біреуін таңдайсыз, мақұлданды немесе қайтарылынды деген блоктардың біреуін таңдайсыздар. Мына жерде сонымен қатар портфолияны қараған кезде, портфолио бізде екі блоктан тұрады. Ол негізгі құжаттар блогы и критерийлар бойынша блоктар. Сол өтініштің ішіне кіріп, әр блоктың астындағы құжаттарды қабылдайсыз немесе кері қайтарасыз. Мына жерге бүкіл блоктарды қабылдап болған соң, келесі бөлімге өту батырмасы бізге активті болады. Ол келесі жаңағы критерийлар бөлігіне өтеді. Сол сияқты критерий бөлігіндегі барлық блоктармен танысып, сол блоктағы құжаттарды қабылдаймыз немесе кері қайтарамыз.
Сонымен мысал ретінде осы біліктілік арттыру блогындағы құжатты егер біз кері қайтаратын болса, онда біз қайтару батырмасын басамыз, не себепті қайтарғанымызды жазамыз, сақтау батырмасын басып, мына жерде бізде не себепті бұл блог кері қайтарылғаны жазылып тұрады. И өтініштен бас тартасыз да мынадай расписка тағайындайсыз. Расписка тағайындалған кезде мына жерге не себепті сіздің өтінішіңіз кері қайтарылды себебі жазылып тұрады. Оны ЭЦП қолмен растайсыздар да мұғалімге жібересіздер. Егер ЭЦП-мен қол қойылған кезде мына жерде қол қойылды деген жазу пайда болады и сақтау батырмасын басасыздар. Кері қайтарылған өтініштер сізде бас тартылды разделында болады. Өтініштің статусы отказано в приеме документов деген статуспен болады. Ол өтініш кері мұғалімге қайтарылады. Мұғалім өзінің өтінішіне түзету жұмыстарын жүргізіп, өтінішті қайтадан мектеп ішінде квалификациялық оценка мен квалификациялық баға қызметі көрсетіледі, директормен қол қойылады, сосын қайтадан өтінішті тексеріске жібереді. Өтініш түзетіліп сізге кері қайтқан кезде, ол қайтадан жаңа деген разделда болады. Ол өтінішті ашып қараған кезде мына жерде көз белгісін басамыз, қайтадан өтінішке кіреміз. Өтініштегі түзетілген блоктарды Кешіріңіз, қайтадан дауысыңыз шықпай қалды. Өтініштегі блоктарды тексеріп болған соң, барлық құжаттарды қабылдап болған соң, өтінішті қабылдау батырмасын басасыз. Өтінішті қабылдау батырмасын басқан кезде сізде қайтадан мына жерде жүйеде расписка шығады. Мына жерде аттестациядан өтетін мұғалімнің аты жөні жазылады, қандай оқу орнынан жазылады, және қандай құжаттар қабылданғаны туралы тізімі жазылады. Және қабылдаушының аты жөні жазылады. Өтінішті қабылдаған жауапты адам жаңағы өтінішке қол қояды. Қол қойылған кезде қол қойылды деген белгі болады и сақтау батырмасын басады. Қабылданған өтініштер сосын аттестатталушылардың тізімдік құрамы деген разделға өтеді. Ол разделге өткен өтініштерді біз енді комиссияға жіберуіміз қажет. Ол үшін жаңағы жауапты адам аттестатталушылардың тізімдік құрамы деген разделға өтіп, мына жерде қабылданған өтініштер деген разделға өткен кезде, мына жердегі өтініш тапсырған мұғалімдердің тізімі шығады. Сол мұғалімдердің тізімінің қасында мына жердегі батырманы басамыз. Егер бірнеше мұғалім болса, бірнеше мұғалімнің таңдалу батырмасы, бірнеше мұғалімді таңдаймыз да, таңдалғандарды жіберу деген батырманы басып, өтініштерді комиссияға жібереміз. Сосын осы өтініштерді таңдалғандарды жіберу деген батырмасы басқаннан кейін біздің өтініштер комиссияға жіберілді деген разделда болады. Енді біз осымен портфолияны, жаңағы жауапты адамның портфолияны қабылдап комиссияға жіберу жұмыстары аяқталады. Енді жүйеде комиссия жұмыс жасайды. Жүйеде комиссия жұмыс жасаған кезде мына жерде мектеп ішіндегі, оқу орын ішіндегі аттестациялық хатшы тағайындалады. Ол хатшы мына жерде аттестация деген модульге өтеді. Қажетті өзінің құралған аттестациялық комиссияны таңдайды. Сол аттестацияның ішіне кіреді. Аттестацияның ішіне кірген кезде бізде
Мына жерде біз аттестацияның хатшысы ретінде кіріп тұрғанымызды көреміз. Мына жерде аттестацияға келген өтініштер аттестациялық комиссия разделінде өтінімдер бөлімінде болады. Енді ол өтініштер жүйеге кеп түскен өтініштерді біз қабылдап, акты қалыптастыруымыз қажет. Ол үшін мына жерге келіп түскен өтініштерді қарап, актіні қалыптастыру батырмасын басамыз. Актілерді қай күні қабылдағанымыздың күнін жазып, актілерді аттестациялық комиссияның төрағасына жібереміз. Аттестациялық комиссияның төрағасына жібереміз. Енді жүйеге аттестациялық комиссияның төрағасы кіреді. Ол жаңағы актілерді аттестациядан өтетін мұғалімдердің тізімін акт ретінде қабылдайды. Мына жерде біз аттестациялық комиссияның төрағасы ретінде біз мектеп директорын таңдап отырмыз. Ол кісі аттестация модуліне өтеді. Аттестациялау комиссиясы разделіне, жаңа өтініштер разделіне өтеді. Мына жерде актіге қол қою және жіберу деген батырма болады. Сол батырманы басамыз. Батырманы басқан кезде бізде мына жерде портфолияны қабылдау актісінің шапкасы шығады. Мына жерде кім портфолияны қабылдап тұр, қандай мұғалімдердің портфолияларын қабылдағаны туралы акт шығады. Ол акты аттестациялық комиссияның төрағасы қол қояды. Қол қойып болған соң, ол актыны біз сарапталық комиссияға жібереміз. Актыға қол қойып, сараптамалық комиссияға жібереміз. Енді біз ол жаңағы құрастырылған актыны біз құжаттар разделында көре аламыз. Мына жерде құжаттар деген аттестациялық комиссияның төрағасында құжаттар деген раздел болады. Сол құжаттар ішіндегі портфолияны қабылдау тапсыру актісі деген акт болады. Мына жерде аттестациялық комиссияның қол қойылғаны туралы жасыл түсті белгі болады. Одан кейін біз актіні қабылдап эксперттік советтің төрағасына актіні жібердік. Ол үшін енді жүйеге эксперттік советтің төрағасы кіреді. Мына жерде көріп тұрсыздар. Оны эксперттік комиссияның төрағасы біз мына жерде мектеп ішінде тағайындалдық. Оның жүйедегі рөлі комиссия мүшесі болады. Сол сараптамалық кеңестің төрағасы сараптамалық кеңес деген разделге өтеді. Сол разделдің ішінде бізде жаңа өтініштер деген блок болады. Сол жаңа блоктың ішіндегі жаңағы қабылданған жаңа өтініштер бізде өтініштер тізімін көре аламыз. Ол өтініштерді біз қабылдап, актіге қол қойып қабылдау деген батырманы басамыз. Ол батырманы басқан кезде бізде акт шығады. Ол актіге сараптамалық кеңестің төрағасы қол қойып, актіні қабылдайды. Қабылданған өтініштер бізде жаңағы сараптамалық, мына жерде бізде сараптамалық кеңес деген разделдағы қарастырылда деген разделда барлық өтініштерді біз көре аламыз. Ол өтініштерді қарау үшін біз мына жердегі көз белгісіне басамыз и өтініштің ішіне кіреміз. Сол сияқты жаңағы сараптамалық кеңестің жаңағы төрағасы өтініш ішіндегі бүкіл құжаттармен таныса алады. Сол сияқты жоғарыдағыдай айтылып кеткендей құжаттарды қабылдайды, немесе қабылдамайды. Өтініш ішіндегі барлық блоктармен танысады. Әр блоктың астында мақұлдау немесе мақұлдамау батырмалары болады. Егер блоктың ішіне құжаттар дұрыс тіркелген болса, онда құжаттарды қабылдайды. Егер дұрыс емес тіркелген болса, құжаттарды қабылдамайды.
Сонымен қатар мына жердегі бүкіл блоктарды жаңағы өтініштің ішінде бізде өтініш екі разделдан тұрады. Ол негізгі құжаттар және лист оценивания деген раздел болады. Осы жердегі негізгі құжаттарды қабылдап болған соң бізде перейти к листу оценивания деген батырма активті болады. Сол батырманы біз басамыз. Батырманы басқан кезде мына келесі разделге өтеміз. Сол жақтағы әр блокты біз толтырамыз. Мұғалімнің жүйеге жүктеген құжаттарын қарап, сол құжаттарды тексеріп, өзіміздің балдарымызды қоямыз. Одан кейін сол осы лист оцениваниядағы барлық критерийларды тексеріп, әр критерийға жүктелген құжаттармен танысып, өзіміздің ұсынылған балдарымызды жазамыз. Ұсынылған балдарды жазып болған соң, жүйедегі әрбір эксперттік кеңестің мүшесі, сол жүйеде қанша эксперттік мүше бар, сондай әр адам сондай жұмыс жасайды. Әр мұғалімнің портфолиясын тексеріп болған соң, мына жерде әр сараптамалық кеңестің мүшесі өзінің ұсынысын ұсынады. Бұл портфолияны ұсына ма, ұсынбайды ма деген екі батырманың біреуін таңдайды. Одан кейін эксперттік комиссия мүшелері жұмысын жасап болған соң, сараптамалық эксперттік комиссияның төрағасының жұмысы басталады. Эксперттік комиссияның төрағасы жұмысын бастаған кезде, мына жерде ол кісіде қосымша үшінші раздел болады. Ол разделдің атауы бағалаудың қорытынды парағы деген. Мына жерде эксперттік кеңестің төрағасы барлық эксперттік комиссия мүшелерінің шешімдерін көре алады. Сол шешімдерін ескере отырып, өзінің ұсынысын таңдайды. Сонымен қатар портфолияның өзіне, мына жердегі портфолияның бағалау парағына кірген кезде, әр эксперттік комиссия мүшесінің қойған балдарында қарай алады. Одан кейін барлық портфолияны тексеріп, эксперттік комиссия мүшелерінің шешімдерімен танысып, эксперттік комиссияның төрағасы өзінің қорытынды ұсынысын шешеді. Ұсыну деген батырмасын басады, и жаңағы қабылданған құжаттар шешімі шығарылды деген разделда бізде тіркеледі. Разделда тіркеледі. Одан кейін бізде жұмысты сараптамалық, одан кейін біз жаңағы жұмысты сараптамалық кеңестің хатшысы бастайды. Сараптамалық кеңестің хатшы аттестациялау модуліне өтеді. Шешімі шығарылды блогына өтеді. Мына жерде жаңағы эксперттік комиссия шешімі бар, өтініштерді көре алады. Соған қатысты ол хаттама құрады. Хаттама күнін жазады. Сосын хаттама номерін тағайындайды, және ол хаттама қай күні құрылған күнін жазады да өтініштерді аттестациялық комиссияға жібереді. Одан кейін жұмысты аттестациялық комиссия мүшелері бастайды. Аттестациялық комиссия мүшелері аттестация модуліне өтеді. Аттестациялық комиссия разделіндегі қарастырылуда деген разделге өтеді. Қарастырылайын деп жатқан өтініштер ішіне кіреді. Өтінішті қарау үшін көз белгісінен басады и өзінің шешімдерін шығарады. Мына жердегі
өтініштің портфолиосымен танысуға болады, немесе портфолионы қарамай менің пікірім деген разделге өтіп, үш шешімнің біреуін таңдауға мүмкіндігі болады. Одан кейін жүйедегі барлық аттестациялық комиссия мүшелері сондай жұмыс жасайды. Аттестациялық комиссия мүшелері, аттестациялық комиссияның барлық мүшелері жұмысын жасап болған соң, жұмысқа аттестациялық комиссия төрағасы кіреді. Ол енді аттестациялық комиссияның төрағасы аттестация модуліне өтеді. Мына жерге шешімі деген разделге өтеді, и жаңағы бүкіл комиссия мүшелерінің шешімдерінің ортақ шешімі қабылдайды, егер сәйкес келсе, растау батырмасын басады. Осымен аттестациялық комиссияның төрағасы жұмысы аяқталады. Енді жұмысты аттестациялық комиссияның хатшысы бастайды. Аттестациялық комиссияның хатшысы жұмысты ең соңғы жұмыстарды жасаған кезде аттестация модуліне өтеді, құжаттар разделіне өтеді, и аттестациялық комиссияның хаттамасын жасайды. Ол үшін АК хаттамасын жасау батырмасын басамыз да, бізде хаттаманы құру терезесі шығады. О хаттама номерін тағайындаймыз, қай күні жасалған хаттама, сақтау батырмасын басамыз. Сақтау батырмасын басқаннан кейін, мына жерде бізде аттестациялық комиссияның хаттамасы деген раздел пайда болады. Мына жерде біз қанша комиссия мүшелер санын көре аламыз. 0-5 тұрып, яғни бізде 5 комиссия мүшесі бар, бірақ ешбір мұғалім, ешбір комиссия мүшесі әлі қол қойған жоқ. Сол себепті және толығырақ батырмасын басамыз да, аттестация толығырақ батырмасын басқан кезде хаттаманың ішіне кіреміз, и хатшы қол қояды. Одан кейін әрбір комиссияның төрағасы қол қояды. Комиссиядағы аттестациялық комиссия мүшелері қол қойып болған соң, бізде мына жерде барлық комиссия мүшелерімен қол қойылды деген белгі болады. Мына жерде жаңағы бұйрықты жасау батырмасы активті болады да, сол батырманы басамыз. Ол батырманы басқан кезде жаңағы, яғни хаттама бізде дайын деген мағынаны білдіреді. Бұйрықты жасау батырмасы пайда болады. Бұйрықты жасау батырмасын басқан кезде біз жаңағы қарастырылған өтініштер бойынша бұйрық құрамыз. Қандай ұйым бойынша құралған, ұйымның атауын жазамыз. Қандай мекен, орыс және қазақ тілінде. Құрметті мұғалімдер, сөйлеп болсаңыз, әрі қарай жалғастыруға рұқсат бересіздер. Одан кейін бұйрықты басу батырмасын басамыз, модальды терезе шығады. Сол модальды терезені толтырамыз, сақтау батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде бізде бұйрықтың құрылғанын көре аламыз. Толығырақ батырмасын басқан кезде, мына жерге бізде аттестациялық комиссияның хатшысы қол қоя алады. Қол қойып, аттестациялық комиссия төрағасы қол қойып болған соң, жаңағы жүйедегі бұйрықты біз шығара аламыз. Ол үшін басып шығару батырмасын басамыз. Мына жерде бізде бұйрық қай оқу орында құралғанын көре аламыз. Қандай мұғалімдерге тағайындалған, ЕЦП-мен қол қойылғанын көре аламыз. Осымен бізде бұйрық жүйеде шығарылады. Бұйрықты
бұйрық жүйеде шығарып болған соң, бұйрықты аяқтау батырмасын басамыз да, комиссияны аяқтау батырмасын басамыз. Осымен жүйеде құжаттарды қабылдау, эксперттік комиссияның жұмысы және аттестациялық комиссияның жұмысы аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоюға болады. Сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Мен мына жерде педатты қарап отырмын, орынбасар ретінде аттестациядан өтіп жатырмын. Сол жерде педатпен жаңа жаңағы ереженің критерийлері, бағалау критерийлері бір-біріне сәйкес келмейді. Сіз басшы ретінде өтініш беріп тұрсыз, е? Басшы ретінде, орынбасар ретінде. Орынбасар ретінде. Сол чатта бірнеше рет жазғанбыз, сосын кешегі оқытуларда бірнеше рет жазғанбыз. Қазір жүйеде техникалық жұмыстар жүріп жатыр. Сол жаңа бұйрыққа сәйкес жүйеге енгізулер жүргізіліп жатыр. Сол себепті кішкене шыдамды болуыңызды сұраймыз, кішкене тосуды сұраймыз. Онда біз пока толтырмай қоя тұрамыз, е? Ну, пока да. Так, подождите. Бек Мұрза деген кім? Сюнь Бек Мұрза. Әріптестер, 25 мамырға дейін деп айтады ғой. Тағы күтеміз ба? Уақыт созылды ма? Бек Мұрзаева Сюнь деген кісі кім? Мен сұрақ қойайын деп жатқам. Мына жерде повышение квалификации дейді. Сонда бірінші пунктінде кош повышение квалификации по образовательным программам согласованным уполномоченным органом в области образования дейді. И екінші пункты для организации дошкольного, дополнительного и так далее, да? Біз по образованию, біз, получается, только екінші пунктты ғана толтырамыз. У вас вопрос технического характера или методического характера? Ну, вы... На жерде не салам. Ну, у вас методического характера? Я не знаю. Әріптестер, біз жаңа айтып өткен болатынбыз. Сұрақтарды тек жүйе қоямыз. Уважаемые коллеги, мы к аттестационной комиссии никакого отношения не имеем. Біз аттестациялық комиссияға, эксперттік комиссияға ешқандай қатысымыз жоқ. Біз тек қана техникалық көмек. Бізден тек қана жүйеге қалай тіркей аламыз, не істей аламыз, сондай сұрақтарға біз тек қана жауап бере аламыз. Қандай құжаттарды қай жерге тіркеуіңізді біз оны білмейміз, оны УМЦ-ға хабарласасыз ба, білім басқармасына хабарласасыз ба? Исрикова Гүлжанат. Исрикова Гүлжанат. Саламатсыздар ма? Сұрақ қоюға бола ма? Да. Қарағанды қаласынан қараңыздаршы, әдіскердің несінде жаңа техникалық не деп тұрсыздар ғой. Сол жерде педагог модераторға өтіп отырмын, сол жерде менің отзывым, тесттің результаты салынбай тұр, және эссем салынбай тұр. Сіздің жұмыс өтіліңіз неше жыл? 13. Онда кішкене тосуды сұраймыз. 25 неден үлгермейміз ғой. Үлгересіздер, асықпаңыздар, кішкене шыдамды болыңызшы. Өтінішті жүйеге мұғалімдер әзіргі уақытқа өзінің жеке құжаттарын сканерлеп, жинақтап, тиянақтап отыруыңызды сұраймыз. Жүйеге жүктеу бір максимум бір жарты сағат уақыт алатын шығар. Сол себепті асықпаңыздар. Әсел Қанатовна, қосып өтейінші. Құрметті әріптестер, мен сіздерге телефон жібердім. Бұл оқу әдістемелік орталығының эксперттік хатшының телефоны. Сол жерде әдістемелік бойынша, бұйрық бойынша әдістемелік жағынан сұрақ қоюларыңызға болады. Қазір тек қана техникалық жағынан жүйедегі білім алу педагог жүйесіне байланысты. Қарағанды 65-ші. Қарағанды 65-ші мектеп. Қарағанды 65 сөйлесеңізші. Даусын, микрофонды қосыңыз. Кешіріңіздер, сұрақ қойсақ болды ма? Қарағанды 65-ші мектеп. Мен сұрақ қойып жатырмын, сіздер өшіріп отырсыздар. Жоқ, мен өшіріп қоя беріңіз. Сәлеметсіздер ме?
Саламатсыз ба? өткізіп алды, мүмкіндіктен қалғанша мақал. Осы педагогқа десе, ол Вас очень плохо слышно. Өрлеуде кім деген кісіге хабарласамыз? Аты жөні кім? Қазір Аты естіп жөні. тұр ма? Да. естіп тұр. Мұғалім. Түк естілмейді, қарағанда 65. Әсел, сұрақ қойсақ бола ма? Саламатсыз ба? Қорыңызды көтеріңіз. Көтеріп отыр. Сұрақ қойса бола ма? Сәлеметсіздер ме? Қарағанда 65 сұрағыңызды қойыңыз. Микрофонды қосып. Қазір естіле ма? Да, естіліп тұр. Мұғалім жүйеге өтінішін жүктейін десе, ол аттестация комиссиясының мүшесі деп шығып тұр. Оны қалай алып тастауға болады? Бүгін бізде қараңыз, жүйеде біз педагог жүйесі бойынша кеше оқыту жұмыстарын жүргіздік. Бүгін оқыту жұмыстарымыз жаңағы құжатты өтініштерді қабылдау, эксперттік комиссияның жұмысы, аттестациялық комиссияның жұмысы. Сіздің сұрағыңыз мұғалімнің сұрағы болып тұр. Ол оқыту кеше жүргізілген. Ол үшін мектеп ішіндегі жүйе әкімшісі отдел кадр модуліне кіріп, отдел кадрлер модуліндегі рөлін түзетеді. Мұғалім бола ма, администратор бола ма, директор, член комиссии бола ма, сондай рөлді тағайындайды. Тағы да айтып өтейінші, Асел Қанатовна, можете мне дать разрешение на демонстрацию экрана? Құрметті әріптестер, барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бізде оқу әдістемелік орталығының ресми сайты бар. Оқу әдістемелік орталығының ресми сайты бар. Сіздерге қазір көрсетейін, УМЦ Қарағанды десеңіз, сіздерде шығады. Сізге берілді. Рахмет. Сіздерге қазір көрсетіп кетейін. Көрінді ма? Жоқ, шықты. Шықты ма? Құрметті әріптестер, umckrg.gov.kz сайтына кірсеңіз, бұл оқу әдістемелік орталығының ресми сайты. Мұнда барлық құжаттар толық жүктелген. Егер де сіздер облыстық семинарларда, курстарда қатысаңыздар, конкурстарда осы жерде барлық сертификаттарыңыз бар. Сонымен қатар құжат вкладкасына кірсеңіз, аттестацияға басаңыз, мұнда аттестация 2024 дегенде толық әдістемелік ұсынымдар бар. Сонымен қатар қосымша қандай осы бұйрық бойынша аттестаттауға байланысты барлық толық бұйрықтар, қандай конкурстар, қандай семинарлар, қандай курстар бар. Сонымен қатар оқу әдістемелік орталығымен жасалынған әдістемелік ұсыным бар. Осыған қарап та сіздер өздеріңіз портфолиолар жинай аласыздар. Сонымен қатар Жансая, вас не слышно? Әдістемелік көмек бойынша сіздерге айту чатқа жіберілген нөмерге хабарласып, облыстық хатшыға хабарласып, әдістемелік көмек бойынша сұрақ қоюға болады. Менде болды. Әріптестер, сұрақтар бар ма? Сарань, Ол өрлеу сайты емес, ол оқу әдістемелік орталығының сайты. УМЦ. Өрлеу емес, әріптестер, шатастырмаңыздар. Сарань, 16-шы мектеп. Сарань, 16-шы мектеп. Саламатсыздар ма? Дауысым естіліп тұр ма?
Маған мен жана басында кішкене сәл кешігіп қалдым. Аттестаттау комиссиясын қалай құрамыз? Ол не түсініксіз болып тұр, мектепішілік. Асел Комиссиялар Қанатовна, бұл запись жүргізілді ғой, YouTube каналға саласыздар, YouTube каналдан қайтан көруге мысалы болады. аттестацияны құру дегенде, комиссияны құру батырмасын басқан кезде көп нелер шығып кетті мынандай. Өтініш беруді басталған Сарай қаласы сізге жеке ешкім қайтадан оқытуды жүргізбейді. Осы оқытудың записі бар, YouTube каналдан қарай аласыз. Сұрақ қоюға бола ма? Алданыш бөбек жайы. Сұрақ түсінмегеннен қойып отыр ғой сұрақтарды. Түсініксіз болып отыр, сосын сұрап отыр ғой. Алданыш бөбек жайы. Алданыш бөбек жайы. Әріптестер, кеш кірсеңіздер, YouTube каналда запись болады, сол жерге кіріп көре аласыздар. Асел Қанатовна, вы же скинете, да, ссылку? Да, конечно. Мен сол осы чатқа салына ма? Ссылка бойынша қалай? Оны осы чаттан ала аламыз да, оны қазір ала алсақ бола ма сол ссылканы? Қазір осы оқытудың записі жүріп жатыр ғой. Қалай біз сізге оның сілтемесін қазір жібере алмаймыз? Мен қазір сіздерге білім ал көмектің YouTube каналын жіберемін. Барлықтарыңызға осы каналға кіріп, кешке қарай көруге болады. Жақсы, рахмет. Кешірім сайын, таңертең болған Zoom-ның тоже орысшасын қалай алып? Сол жерге кіріп, сол жерде көре аласыздар. YouTube каналда. Колледждерге сұрақ қойса бола ма? Сұрақ қоюға бола ма? Алданыш бөбек жайы, сұрағыңыз бар ма? Мен жаңа сол сұрақты білейін деген, таңертең болған Zoom-ды сон қалай? Да, саламыз, ага. Біз бір сұрақ. Қарағанда КГУ ОШ имени Нурмакова, кажется, это. Нуркен Абдирова мектебінен. Звук включите, пожалуйста, еще раз. Ага. Менің сұрағым, мынау аттестация ережесіне байланысты 3-ші параграфте жаңа педагогтың қызмет нәтижесін кешенді талдама жүргізгенде, соның 46-сында жазылған сараптамалық кеңесті Әріптестер, бұйрықты талдамаймыз біз. Жоқ, мен сұрайын деп тұрмын. Сараптамалық кеңес 2 бағытта құрылады деп тұр. Сонда біз енді 2 бағытта құратын болсақ, сонда неше 14 адамның несі сіздерде жүктеле ме? 2 комиссияның несі, соны сұрайын дегем. 2 бағыт бойынша құрылсын деп тұр ғой комиссия. Егер сізде жүйеде бірнеше бағыттағы комиссияларды құруға мүмкіндік бар. Бір сараптамалық, мысалы, тарих пәнінің сараптамалық кеңесі и математика пәнінің сараптамалық кеңесін құруға болады. Ондай мүмкіндік жүйеде бар. Жақсы. Сұрақ қойсақ бола ма бізге де? Шет агротехникалық колледжі. Сәлеметсіздер. Менің сұрағым, бізде осы колледжге өндірістен келген оқытушылар бар. Енді сол оқытушыларды біз педагогқа енгізетін болсақ, о жерде өндірістен келген деген ешқандай вкладка жоқ. Шет агротехникалық колледжі. Ол сұраққа сіздерге чатта жауап берілген. Бүгінгі оқыту тек қана техникалық сұрақтар. Сізде, получается, ол сұрақты... Заявканы қай жерде береміз? Управление образованиядан сұрадық. Ол жерде бізге, что техникалық сұрақ, ол жерде өндірістен келген деген вкладканы қосу керек дейді. Қараңыз, егер ол жаңағы производстводан келген мұғалімнің жүйеге жүктейтін ешбір қағазы жоқ болса, онда ол кісі аттестациядан өте алмайды деген мағынаны білдіреді. Егер ол мұғалімде... Книжкада Сіз вообще естілмейсіз, трудовой книжкада не? Шет агротехникалық колледжі, сіз естілмейсіз. 20 жылдық өндірістен келген стажы бар.
Ну, стажы, өндірістен келген стажы ғой ол педстаж емес қой. Категорияны алу үшін сіздерге көбінесе педстажды растайтын құжаттар керек. Сол себепті егер ол мұғалімде жаңағы критерияларды растайтын құжаттар жоқ болса, өкінішке орай ол кісі аттестациядан өте алмайды. Ал правила... Нет, смотрите, если у этого педагога нет подтверждающих документов, таких, каких прописано в правилах, то, ну, эта система реализована согласно правилам. Правилада ол бар. Қайда бар? Шет агротехникалық колледжі сұрағыңызды, ну, трудовой книжкадан басқа стажы жоқ қой. Нет, но ол кісіде өзінің растайтын сұрағы, ол только трудовой книжка. Одан басқа растайтын құжаттар жоқ. Келесі сұрақ. Исрикова Гүлжанат. Исрикова Гульжанат. Уважаемые педагоги, у тех, у которых проблемы с интернетом, кімде интернетпен ақаулар бар, еш нәрсе естілмейді, ол сұрақтарды өкінішке орай қарастыра алмаймыз. Ва Жанар Теміртау дейді. Сәлеметсіздер ме? Менің сұрағым, қазір мен аттестация комиссиясын тіркейін деген педат жүйесіне. Бірақ ол кісілер басқа балабақшаныкі. Мен қандай батырманы таңдауым керек? Онда сіз жүйе әкімшісі боп, отдел кадр модуліне өтесіз. Отдел кадр модуліне өткен кезде добавить сотрудника батырмасын басасыз. Егер сол аттестациялық комиссия құрамына кіргізетін мұғалімдер педат жүйесінде жұмыс жасаса, онда добавить батырмасын басасыз, сізде модальды терезе шығады. Ол модальды терезеде сізде добавить нового сотрудника или добавить существующего. Сонда добавить существующего деген батырманы басасыз, и жаңағы жүйеге қосам деген мұғалімнің жеке иінін тересіз. И жүйедегі о кісіге роль тағайындайсыз. Сонымен сол кісі сіздің жаңағы отдел кадр модулінде тіркеледі. Сосын сіз ол кісіні, получается, аттестация модулінде эксперттік комиссия құрамына қоса аласыз, немесе аттестациялық комиссия құрамына қоса аласыз. Егер де ол кісілер педат жүйесінде болмаса, өз балабақшаларында тіркелмейді. Онда сіз добавить нового дейсіздер. Новый болып саналады, иә менде? Да. Онда сіз новый... Басқа балабақшада уже бар болса, педат жүйесінде, онда действующий болады. Да, все верно. Рахмет. Қазір мен тағы да бір объявление жасайын. Әріптестер, чатқа мен телеграм каналдың ссылкасын жібердім. Сіздерді номер жіберуге керек жоқ. Сіздерді ешкім көрмейді. Өздеріңіз сілтеме бойынша кіре беріңіздер. Қарқаралы ауданы Томар ауылы дейді. Сұрағыңызды қойыңыз. Қарқаралы ауданы Томар ауылы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің сұрағым, мен эксперт ретінде өтіп отырмын. Кешегі шақтардың бәрін жасадық. Сонан кейін батырманы басқан өтініш кешегінің бәрін аяқтадық қой. Білім беруіне келіп жоқ. Енді бір модератор мұғалім жасадық, ол кісі келіп білім беру ұйымына түсті. Сонда эксперт ретінде менікі түспей ма білім беру ұйымына? Портфолио кешегінің бәрін жасадық. Жоқ, білім беру эксперт, білім отделы образования рассматривают. Эксперттерді. Білім беру ұйымдары тек қана модераторларды ғана қарайды. Сіздердің мектептеріңіз модераторларды қарайды. Ал эксперттерді уже білім бөлімі қарайды. Қарқаралы ауданы бойынша білім бөлімі қарайды сіздің портфолияңызды. Ол жаққа түсті ғой. Тағы бір сұрағым бар.
біз мынау өтінішті жазғанда мынадан осы педаттан өтінішті жүктеп алған кезде өтініште білім беру ұйымдары басшыларының, басшы орынбасарларының, әдістемелік кабинеттердің басшыларының аттестациясына қатысуға өтініш деп шығып тұр. Біз енді мұғалім ретінде, педагог ретінде беріп отырмыз өтінішті. Мынау өтініш неге олай шығып тұрғанын түсінбедік. Сіздің сұрағыңыз қазір түсініксіз. Сол сұрақты скриндап, чатқа жазуларыңызды сұраймыз. Құрметті мұғалімдер, осындай жеке қарастырылған сұрақтарды сіз қоймаңыз. Мы не будем здесь рассматривать индивидуально проблемы каждой организации, каждого педагога. Общие вопросы какие-то задавайте. Можно вопрос? Қабылова Меруерт КВПК болашақ дейді. Кешіріңіздер, менің сұрағым мынандай, құжатқа әрбір нені тарауды, критерийдің тарауларына бассақ, сол кезде редактировать бассам, құжатқа сілтеме және немесе құжатқа файл ретінде тіркеңіз деген жер тұр. Астында еще PDF сканерін қосыңыз дейді. Осы жерге біз не саламыз сонда? Word документ саламыз ба? Өздеріңіз білесіз, PDF саласыз ба, Word саласыз ба? Екеуінде не, звездочка тұр да, міндетті деп мысал үшін. Егер ол құжатты растайтын, яғни сізде сілтеме болу керек, бір сайттан, чтобы скачать, должна быть ссылка. И сол құжаттың өзін сіз сайттан жүктеп аласыз ғой, сол жүктелген растайтын құжатты жүйеге жүктейсіз. Значит, облакаға салып, соның сілтемесін салу болады, иә? Но это уже, такие вопросы к педату никакого отношения не имеют. Можно вопрос? Теміртау қаласы, Қуаныш Бөбекжайы. Теміртау қаласы, Қуаныш Бөбекжайы. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Бұл енді бүгінгі оқытуға қатысы жоқ шығар, бірақ мен тағы да сұрағым келіп тұр. Біздер сіздермен жаңа педатпен келісім шарт жасағаннан кейін бірден педагогтар өзінің өтініштерін жаңа жүктеп бастады. Сол кезде, мысалы үшін, кейбір педагогтарда 28 март болып өтініштің күні тұр. Енді мысалы үшін сол күнмен жүре берсе, ол қате бола ма, жоқ әлде өтінішті? Құрметті мұғалімдер, жүйедегі өтініштердің беретін күндерді біз қоймаймыз. Күндер аралығын біз педат жүйесі белгілемейміз. Оны сіз білім басқармасына хабарласып, қай күндер аралығын қоятыныңызды өздеріңіз сұрап аласыздар. Жаңадан өтініш құрудың қажеті жоқ. Сіз өтініш қашан құралған? Мысалы үшін 28-ші неде бар, наурызда бар осы жылдың. Ол уже ескі өтініш. Жаңа өтініш құрасыз. Және екінші сұрағым, бізде директор аттестатталайын деп тұр. Ол кісі жаңағына педагогтар мақұлдауға жібереді ғой құжаттарын. Сол кезде ол кісі өзінің ЭЦП-сімен сол құжаттарды мақұлдай ала ма? Иә. Мақұлдай береді, да? Рахмет. Сұрақ қоюға бола ма? Так, Гүлшат Баграмова деген кісі кім? Саламатсыз ба? Нұркен Әбдіров атындағы мектептің директорымын, Қарағанды қаласы. Менде мынандай сұрақ. Мектеп директорлары қазір біз мына аттестацияны өтеміз. Біз педатқа материалды жүктеу мерзімі қашанға дейін? Қай күнге дейін? Уақыт аралығын біз белгілемейміз. Уақыт аралығын білім басқармасы белгілейді. Біз тек қана жүйе. Біз жүйе бойынша техникалық көмек көрсете аламыз. Біз комиссия осы уақыт аралығында жұмыс жасайды деген бізде. У нас нет даже таких полномочий. Регулировать расстояние приема документов. Это время ставит управление образования. То есть білім бөліміне хабарласып көріңіз, білім басқармасына хабарласып көріңіз. Екінші сұрақ. 19-шы приложение бойынша лист оценивания материалов, жаңа портфолио. Сол жердегі талаптар мынау ұстазбен екеуі кішкене келмейді. Біз білім алып педагог жүйесіміз. Ұстаз платформасына біздің қатысымыз жоқ.
Ұстаз ол ұстаз платформасы, педат ол педат платформасы. Педат платформасындағы критерийлар бұйрықтың қосымшасымен жүйеге негізделген. Bir сұрақ қояйыншы. Сұрақ қойып. Қойыңыз. Мына эссе бойынша эссе жазылғанда сонда неде тақырыпты таңдап аламын, өзі тұра ма, таңдалып, сосын онан Wordпен жазыла ма, қалай жазылады, или қалай жазылады, соны айтсаңыздар. Біз білмейміз оны қалай жазады. Біз эссеға қатысымыз жоқ, біз педат жүйесіміз. Қатысты кісілердің бәріне қатыстырмайсыздар, қатысты кісілердің бәрін қатысса ғой, біз осы сұрақ жауабын алу Жоқ, қалай біз қатысамыз, егер Жоқ, біз әріптестер, оны нетпейміз, өйткені бұл түсіндірме жүргізілді. Бұл тек қана жүйе бойынша. Онда біз 2-3 күн отырамыз. Сұрағымызды кезекпен қояйықшы, өтініш. Теміртау қаласы Қуаныш Бөбекжайы. Қойды ғой Бөбекжай? Қойдыңыз. Можно? 22-ші мектеп интернат. Сәлеметсіз. Даусыңыз естілмейді. Сәлеметсіздер ме? Педат жүйесі не экспертная комиссияны қалай құрастырады? Осы оқыту барысында біз айтқанбыз. Оқытудың записі YouTube каналда болады, тағы көріп танысуларыңызға болады. Жеке түсіндіру жұмыстарын жүргізбейміз. Сұрақ қоюға бола ма, саламатсыз? Бағана қол көтеріп отырмыз. Арнайы мектеп интернат қойсыншы, кезекте тұрмыз біз, 8-ші мектеп. Біз да тұрмыз бағана көтеріп. Жарайды, қойыңыз, сізден кейін қоямын мен. Мен арнайы мектеп интернаттың директордың орынбасары. Бізде бүгін бір әріптес педатқа жүктеді өзінің құжаттарын. Сөйтіп маған жіберді орындауға, тексеруге. Енді мен как орындаушының аты жөні ретінде өзімді тіркедім, ал ол жіберген педагогтың жұмысы маған келіп тұрған жоқ. Сіздер жаңа айттыңыздар, оқыту барысында жаңа деген жерге келу керек, мысалы бір цифр. Сіз жүйедегі рөліңіз қандай? Рөлім администратор және директордың орынбасары. Енді сіз орындаушының аты жөніне де өзімді таңдадым. Өзіңіздің хабарлануыңызды педат чатына жазыңыз, жүйеге кіріп, біз қарап, скриндарды жіберіп көрсетеміз сізге. Жаздық, біз таңертең жаздық. Қандай оқу орны? Арнайы мектеп интернат номер 8 Теміртау. Біз жаздық бүгін. Теміртау қаласы, біз сізге айттық қой. Сұрағыңыз қарастырылуда, тосуды сұраймыз деген жауап берілді ғой сізге. Жақсы, онда қарап Ондай жауап берілді ғой сізге. Сол себепті кішкене шыдамды болыңыз, жауабыңызды тосыңыз. Чатқа міндетті түрде сізге жауап беріледі. Чатқа жазылған ешбір сұрақ жауапсыз қалмайды, құрметті оқытушылар. Уақыт бітті ғой, 25 ертең бүрсі күні 25 қойды. Саламатсыздар ма? Әсел канатына мен мынандай сұрағым бар еді. Мен жүйе әкімшісі ретінде портфолионы қабылдау батырмасын бастым. О жерде орындаушыны тағайындау бөлімінде мен кімді тағайындаймын? Как жүйе әкімші ретінде өз-өзімді тағайындаймын ба, орындаушыны? Можете өзіңізді тағайындауға, оны өзіңіз шешесіз. Ол батырманы басқан кезде тағайындау күні мен тағайындаудың аяқталу күні деп шығады. Ол жерге қандай күндерді қоямыз? То есть ол сіздің комиссияңыздың жұмыс жасау аралығын қоясыз. Егер сіз кішкентай аралықты қойсаңыз, шектеулі мысалға 23 майдан 25 майға, одан кейін келіп түскен өтініштерді сіз қарастыра алмайсыз. Редактировать нельзя потом? Потом можно. То есть зачем вам это нужно? Вы сразу ставьте большое расстояние, чтобы в это расстояние вы могли рассматривать все поступившиеся заявки. Жақсы, рахмет. Екінші сұрағым. Маған қазір өтініш келіп түсті мұғалімнен. Мен барлығын қарап, өтінішті мақұлдадым. Енді мақұлдағаннан кейін менде астында қазақша нұсқасында да принять и отправить деген шығып тұр, көк. Мен оны баса берем ба, как жүйе әкімші ретінде қабылдап отырып? Да, вот вы уже, получается, құжаттарды қабылдап комиссияға жіберейін деп атсыз ғой. Сіз қазір
Ага, ну, принять, отправить, вы только что, когда зуммен түсіндірген кезде, сізде какой-то бір, как, құжат шықты. Қандай құжаттар? Это расписка, это расписка. Расписка, да? Да, Ага. она у вас выйдет. Только после этого сіздің мұғалімдеріңіз, ну, вот сіз құжаттарды қабылдай аласыз и тексере аласыз. Одан кейін сіз жаңағы құжатты, қабылдау актісін құрастырасыз да, өтінішті қабылдап болған соң, уже өтінішті эксперттік комиссияға жібересіз. Сонда мен принять, отправить баса, мен просто қорқып отырмын, отправить деп ол облысқа кетіп қалама деп. Кетпейді, значит, да? Енді қараңыз, енді жаңағы мұғалімнің құжатын қабылдаған кезде менде өтінішті қарау ЭЦП-мен қол қою дейді. Бұл жерге ЭЦП-мен қолды, как жүйе әкімші ретінде мен өз ЭЦП-мен қоя берем ба, әлде директор қою керек па? Жоқ, сіз құжаттарды тексеруші, қабылдаушы болып отырсыз ғой. Да, өзіңіздің жеке ЭЦП-мізбен оны сіз қазір қабылдайсыз, и жаңағы сіз қазір қабылдау актісіне қол қояйын деп жатсыз. Сол сіз қазір қабылдау актісіне қол қоясыз да, өтінішті эксперттік комиссияға жібересіз. Ол жаңағы мен қол қойғаннан кейін ол портфолияны қабылдау бөлімінде аттестаттаушылардың тізімінің құрамына келіп түседі, дұрыс па? Одан кейін только отправляю. Ну, пока не отправляем, өйткені бізге бұйрық жоқ жіберу деген, дұрыс қой? Там обученияда барлығы... Жоқ, естіліп тұрсыз. Обученияда барлығы айтылып тұр ғой. Сіз барлығын түсіндіңіз, барлығы дұрыс болатыр. Вы зависли. Мен даусым естілмей қалды ма? Зависли вы, да. Шет ауданы Аққой. Сәлеметсіздер ме? Сұрақ қойсақ бола ма екен? Қойыңыз. Менде мынандай не болып тұр, барлығын толтырып біткен едім. Менде қазір барлығы крестик қызыл қойылып қалды да, и доступ жоқ болып қалды. Жаңа салған материалдардың бәрі өшіп қалды. Сіздерге экранды көрсетейін ба компьютерден? Жоқ, бізге экранды көрсетудің қажеті жоқ. Чатқа хабарларыңызды жазыңыз. Саламатсыздар ма? Асакаровка. Саламатсыздар ма? Ағой мектеп жаңағы. Асакаровка, Бөкейхан. Потом мой детей вообще не заберем. Пусть потом не Уважаемые педагоги, выключите, пожалуйста, свои микрофоны. Саламатсыздар, Ағой мектеп қойын ба? Жаңа ана кісі қойып кетті қатарлас. Асакаровка, Бөкейхан мектебі. Сәлеметсіздер, Әсел Қанатовна, мен педагог жүйесіне логин пароль беріп тұр. Мен бірінші рет жұмыс істеп жатырмын. Логин пароль Сіз жаман естіліп тұрсыз. Қазір естілемін? Педагог жүйесіне кірдім, логин пароль серверіне мені кіргізбейді. Сұрағыңызға чатқа жазыңыз, тосыңыздар, міндетті түрде жауап береміз. Қараңызшы, енді директор арқылы да кірдім, ол кісіні де кіргізбейді. А что у вас происходит? У вас обновляется экран? Да, идет обновление и все. Очистите просто кэш-память. Кэш-память? Хорошо, спасибо. Теміртау қаласы Мұстафин атындағы тағы екі сұрақты қабылдаймыз, осымен оқытуды аяқтауға рұқсат бересіздер. Теміртау қаласы Мұстафин мектебі. Сәлеметсіздер ме? Кешіріңіздер, сұрақ қойғанға ма? Бізде интернет дұрыстамай тұр. Теміртау қаласы Мұстафин атындағы мектеп. Сәлеметсіз бе? Бізде мынандай сұрақ. Бізде директор пән мұғалім ретінде және директор ретінде аттестациядан өтіп жатыр. Енді мектептің модератор мұғалімдеріне аттестациялық комиссияның төрағасы директор бола ала ма? Ол бағана орыс оқытуда осындай сұрақтар болған. Жоқ, ол кісі төраға бола алмайды. Ол кісінің орнына замын қоясыз. Жақсы. Ол юрлицомен қол қояды да замы? Ну, юридический лицомен қоя алады, физический лицомен қоя алады.
Гүлімхан Хавдахай, кешіресіз дұрыс айтпасам. Гүлімхан Хавдахай. Саламатсыз, сұрақ қоюға бола ма сізге? Бір сұрақ. Біз қалынан Гүлімхан Хавдахай. Кісі жоқ. Әсел Қанатовна, кешіріңіз, жаңа мен интернетім өшіп қалды сұрақ қойып жатқан кезде. Бір сұрағым бар еді. Вы двигаетесь в правильном направлении. У вас все правильно, то, что вы говорите, вы просто пересказываете вкратце наше содержание, что мы вам рассказывали. Поэтому не волнуйтесь, пишите вопросы в чат. Еще один вопрос. Знаете, бізде вот заявление мұғалімдер формирует. Заявлениенің қазақша нұсқасында, мысалы, тарих пәні мұғалімі деп көрсетілмейді, ал орысша нұсқасында көрсетіледі. Біз телеграмға таңертеңнен жазып жатырмыз осы мәселені. Егер орысшасында тарих пәні мұғалімі деп өтініште дұрыс тұрса, қазақшада жоқ болса, жібере берсек қате бола ма? Ну, вообще, кажется, бұл қате болып саналады. Сол себепті сұрақтарыңызға жауап бергенше тосуды сұраймыз. Істеу керек, иә? Сосын тағы бір сұрағым, мұғалімдер 10 мамырден кейін өтініштер 10-шы, 11-шы, 12-шы мамыр деп кетіп жатыр. Ол қате болмай ма, дұрыс па? Заявление формировали уже 10 мая. Ну, по срокам мы вам не скажем, лучше уточните в управлении образования, так как сроки ставят управление. А если мы сейчас, например, учителя отправят, ертең ол срок басқа болса, сонда ол не қате болып кете ма? Енді бізге педагогқа жүктеңіздер дедіңіздер ғой. Не знаю, оны, я говорю, ОМЦ-дан сұрақ көріңіз, потому что уақыт аралығын біз қоймаймыз. Біз тек қана жүйе, біз техникалық көмек. ОМЦ-ны болды, Айгүл Зинулаевна, ну не могла ответить на вопрос, сонда кім жауап береді, біз түсінбейміз. Айгуль Зинулаевна же вам сказала, что вы задали этот вопрос в управлении образования, так как сроки подает управление. Тогда мы управление өзіміз звондап сұрай берейік па? Да, лучше сделать так. Бір сұрақ болады ма осы? Все, бір сұрақ, сонымен оқытуымызды аяқтаймыз. Бір мұғалім 2 пәннен тапсырып отыр ғой, сонда 2 пәннен 2 рет өтініш жаза ма? Сол жағынан бізде ондай жағдай бірінші рет болып тұр. Мұғалім деп жазасыз, 2 пәннің атауын жазасыз. Қатар көрсету мүмкіндік бар. Ол кісі әзірше құжатын жинақтап жатыр. Жақсы, рахмет. Асель Пановна, можно еще один вопрос? Давайте еще один вопрос, и все. Время уже 3 часа. У нас директор освобождается от аттестации в связи с достижением, 2 года осталось до пенсии. Она имеет право подписывать своим ИЦП, юридическим лицом, так как она член аттестационной комиссии, документы? Но она же портфолио сдает же. Она же... Нет. Нет. Ничего не сдает. Но она же просто числится как член комиссии и числится директором в вашей школе. Ну, теоретически, да, может, но лучше уточните у вышестоящих. Ну, зачтется ли ее подпись. Технически вы можете это сделать. В правилах, ну, это не прописано, вы можете, да, так сделать. Хорошо, тогда я ей об этом сообщу. Техникалық сұрақ қоюға бола ма? Ага. Бір сұрақ болды осымен. Сұнылған балдарды қойғаннан кейін сақталмайды. Неліктен сақталмайды екен? Сіз аттестациялық комиссия мүшесі болып жүйеге кіріп отырсыз. Критерияларды тексеріс кезінде балдарды қойған кезде сізде ол балдар сақталынбай тұр. Аха, дұрыс, я сақталмайды. Оны жаңағы педагог жүйесінде жұмыс жасаған барысыңызды фотоға, видеоға түсіріп, чатқа жібере аласыздар ма? И кімнің атынан, қандай комиссия мүшесінен кірватсыз, қандай оқу орнынан кірватсыз, соны барлығын жазып, біз міндетті түрде қарастырамыз сұрағыңызды. Жақсы, рахмет. Құрметті оқытушылар, осымен оқытуымызды аяқтауға рұқсат бересіздер. Сағат уже уақытымыз шықты. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі оқытудың записі YouTube каналда болады. Сау болыңыз. Тағы бола ма? Семинар? Жоқ, болмайды. Бізге жаңағы
қате көрсетіп тұрған не бойынша өздеріңіз хабарласасыздар ма или номер қалдырып қояйық па? Әріптестер, номер керек жоқ, мен чатқа, осы чатқа жана Педаттың чатын жібердім. Педат чатының. Тағы да жібердім. Осы сілтемеге кіріп, сұрақтарды қойыңыздар, осы телеграм каналдағы чат. Жақсы. Техникалық ақаулар бойынша осыған